Сәлем, әдебиет сүйер қауым. Бүгін сіздерге қазақ әдебиетіндегі тұңғыш роман Міржақып Дулатұлының Бақытсыз жамал шығармасының қысқаша мазмұнын ұсынамын. Шығарма Сәрсенбай ауылына стражник поштабай Бекжанның келуінен басталады. Ел ішінде түрлі әңгіме тарап, жұрт гуілдеп жатады. Ерулік беріліп, алтыбақан құрылып, халық мәз-мейрам болып жүргенде сүйінші хабар жетеді. Бұл сүйінші Сәрсенбайдың екінші әйелі Шолпанның босануы еді. Яғни барлығы келіп Сәрсенбайдан тақия тігіп беретін тапты жеңгем деп сүйінші сұрап жатады. Сәрсенбай мен бәйбішесі Қалампыр ұзақ жылдар перзент сүйе алмайды. Әулеттің үлкендері ұрпақ жалғастыру керек деп Сәрсенбайға тоқал алуды ұсынады. Қалампырдың көңілі қалса да үнсіз келісуге мәжбүр болады. Осылайша Сайболат еліндегі молда жарастың 14 жасар жетім қызы Шолпан 45 жастағы Сәрсенбайға тұрмысқа шығады. Арада 3 жыл өткенде дүниеге Жамал келеді. Сәрсенбай қызын ұлдай көріп 9 жасына дейін ер балаша киіндіреді. Кейін 22 жастағы ноғай жігіті Ғазиз қыз баланы қызша тәрбиелеу керектігін айтып, Жамалдың шашын өсіріп, қызша киіндіруге кеңес береді. Уақыт өте келе Сәрсенбай болыс сайлауына түседі. Бірақ ол небәрі 14 дауыс алып жеңіліп қалады. Ал Байжан қолдаған Нұрпейіс 19 дауыспен болыс атанады. Осы жеңілістен кейін Сәрсенбай Байжанмен жақындасу үшін қызы Жамалды оның ақыл-есі кемдеу ұлы Жұманға бермек болады. Ел ішінде ата даңқымен қыз өтеді, мата даңқымен бөз өтеді деген түсінік үстемеді. Байдың баласы болғандықтан Жұманның кемшілігіне ешкім мән бермейді. Бірақ Жамал Жұманды сүймейді. Ол ойын-сауық кештерінің бірінде оқыған тәрбиелі Ғалиммен танысып, екеуі бір-бірін шын сүйеді. Алайда Сәрсенбай олардың қосылуына қарсы болады. Жастарға Шолпан көмек көрсетіп, қашып кетуіне жағдай жасайды. Сондай-ақ Ғалидің достары Дүйсебек, Жүніс және Нұрмаш та қол ұшын береді. Олар қалаға барып Патихолла байдың үйін паналайды, бірақ қуғын тоқтамайды. Жамал мен Жұманның жалған некесі қиылғаны туралы құжат дайындалып, олардың соңына түседі. Ғали мен Жамал Қырыққұдықтағы нағашысы Бабастың үйіне барып паналайды. Өкінішке қарай, дәл сол жерде Ғали қатты сырқаттанып қалады. Ол 13 күн төсек тартып жатып, бейсенбі күні дүниеден өтеді. Ғалидан айырылған Жамал амалсыздан Жұманның қолына беріледі. Жұман оны қорлап, бақытсыз өмірге душар етеді. Ақыры Жамал бұл қорлыққа шыдамай, Ғалидің қабіріне бармақ болып жолға шығады. Алайда боранда жалғыз адасып, үсіп қалып қайғылы қаза табады. Осылайша Жамал өз бақыты үшін күрескенімен ескі салттың құрбаны болып, бұл дүниеден бақытсыз күйде өтеді. Бақытсыз Жамал қазақ қыздарының теңсіздігі, әйел тағдырын және ескі әдет-ғұрыптың зардабын шынайы суреттеген қазақ әдебиетіндегі тұңғыш роман. Жамалдың қасіреті бір ғана қыздың тағдыры емес, бұл сол кезеңдегі қазақ қыздарының еркіндігі шектелгенін көрсететін ауыр тағдыр. Жамал өз бақытын, өз таңдауын қалады. Бірақ ескі салт, байлық мен мансапты жоғары қойған түсінік оның арманына жол бермеді. Сондықтан бақытсыз Жамал махаббат туралы ғана емес, әйел тағдыры мен қоғам мәселесін көтерген шығарма.